Кристиан Диордың музасы қазақ әйелі болғанын білесіз бе? Иә, әлемге әйгілі дизайнер Кристиан Диордың музасы қазақ қызы Алла Ильчун. Диор оған бір көргеннен ғашық болған. Оның сыры неде екенін қазір білесіздер. Алла Қытайдың Харбин қаласында орыс ақсүйегі Тамара Михайлова мен ауқатты қазақ байы Қуанхан елшінің отбасында дүниеге келген. Алла қарапайым ғана қыз болған, ыдыс-жуушы болып жұмыс жасап, аяқ асты кастингге құрбысы арқылы түскенде Диор оны көрген бойда ерекше әсерде болады. Диордың алғашқы азиаттық моделі Алла, белі болса 47 см. Оның тегі негізі елшін еді. Француздарға айтуға ыңғайлы болғасын Ильчун деп кеткен. Тіпті өз пікірін айтып, сән жайлы ойлармен Диормен сөзге келіп қалатын. Өздігінде тұратыны сонша Диор оны тыңдаған көрінеді. Өзіне сенімді, өзін бағалай алатын энергиясымен ең әйгілі француз дизайнердің басты моделі. Тіпті Диор брендінің амбассадоры десек те болады. Бәлкім Диор қатал мінезді болған, содан көптеген модельдер қорыққан, тек Алла емес.